Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде әліппе бірінші сынып, 4-ші сабақ. Тақырыбымыз сөз, мен әдепті баламын. Балалар, суретте не көрсетілген? Нан сататын дүкендегі оқиға. Марат нан сататын дүкенге келіп, нан алмақшы болды. Дүкенге кіріп қараса, бір қария көзілдірігін түсіріп алыпты. Қарияға көмектесіп, көзілдірігін жерден алып берді. Балалар, Марат қандай бала болып тұр? Марат үлкендерге көмектесетін, ұқыпты, таза, әдепті бала болып тұр. Балалар, біз үлкендерді көрген кезде не істеуіміз керек? Бізді әдепті, тәрбиелі бала болсын десеңіздер өздеріңізді. Ең алдымен үлкендерге амандасып, одан кейін оларға көмектесуіміз қажет. Осы арқылы біз өзімізді әдепті, арлы бала екендігімізді көрсетеміз. Марат секілді үлкендерге көмектесіп, қолғабыс етейік. Балалар, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Сөз дегеніміз заттың, түрлі құбылыстың, қимыл әрекеттердің атауы. Әрбір сөздің білдіретін жеке ұғымы болады. Мысалы, қар деген сөздің білдіретін ұғымы түсі ақ, салқын, еріп суға айналатын зат. Балалар деген мұғалім, осылардың барлығы дерлік сөз болып есептелінеді. Балалар, сонымен тақырыпты түсіндік пе? Сөз дегеніміз қандай ұғым білдіретін болды? Заттың, түрлі құбылыстың, қимыл әрекеттердің атауы. Яғни біздің әрбір сөйлегеніміздің барлығы сөз. Балалар, суретте нені көріп тұрмыз? Бос тор көздерді көріп тұрмыз. Бірінші суретте ненің суреті берілген? Нан. Осы бос тор көзге нан деп жазамыз, балалар. Екінші суретте не көрсетілген, балалар? Сағат. Екінші тор көзге де сағат деп жазамыз. Үшінші тор көзде көзілдірік. Үшінші тор көзімізге көзілдірік деп жазамыз. Балалар, астында үй тапсырмасы берілген. Бұнда ненің суреттері? Карандаштардың суреттері берілген. Ең бірінші карандаш қандай түсті, балалар? Жасыл. Екінші карандаш сары. Үшінші карандаш қызыл. Төртінші карандаш көк түсті. Балалар, суретте көрсетілгендей, әр карандаштың тұсына өзінің түсін жазып қойыңыздар. Балалар, сіздерге сабақ ұнады ма? Сабақ ұнаса, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпа. Сау болыңыздар, балалар.